Белсенділердің барлығы босатылсын ағайын, қашан шыдаймыз. Жүрегі қазақ деп соққан ағайындар, шынымен қазақ болсаңдар, келіп ортамызға қосылыңдар ағайын. Давайте, бәрінен өңкей сатқын шүйбірлер. Записи прана жасаңыздар. Қазір ұлтын сатқан оңбағандар біздің қол аяғымызды байлап, керектесе сындырып шындық үшін шырылдаған ер азаматтарымызды қашанғы түрмеге қамай береді ағайын. Ел үшін жан пида. Біз қазақ жерінде сөйлеп жатырмыз, біз қазақпыз. Біз алматылық емеспіз. Жердің түкпір-түкпірінен келіп отырмыз. Қарағанды облысы, Жаңаөзеннен келіп жатыр ағайындар. Қолданыңыздар. Еліміз ел болмайды ешқашан. Еліміз сатылып жатыр. Шындық айтқан қазақтың жігіттерін қамап жатыр ағайын. Қосылыңдар ағайын. Қосылыңыздар, қорқақ болмайық. Қазақ деген ұлы мемлекетті бірге құрайық ағайын. Неге ондай болдық? Неге ондай болдық ағайын? Неге шындықтан қашасыздар? Есейдім жүргенде үкіметке ми қосылмай, өрт болса айтасыңдар ит осын жай, жоқшылықтан өзегін тұншықтырған қазіргі қазағымның сиқосындай. Мәселедің мәселе тағы міне, көктемеде тұрмайды жазы күле, шындық үшін аттыңдар өз елімді сондағы ай көркемнің жазығы не. Жүрсіңдер халық емес айды қарап, үкімет ақиқатты жайды манақ, өз халқымды алдайсың $100 мен шошқада субсидиядан айлық алады. Ішкен көргені қайғын ала, саласындар өтірік жайманара. Ұлт мүддесін бүгінде сатып жатқан депутатты санасыз байды қама, жатсындар ағып жатқан есілді жеп, болмайтын нәрселерді өсірді кеп. 1 грамм алтын алу үшін бүгінде мың қазаққа кезіртет. Ежелден тарихымның атығыран, елімнің жегені де қатығынан, қолмен жазған заңдарын биікпеді елді ойлаған ұлтымның батырынан. Қорқақ емес болайық барыс кенет, қазіргі үкімет қазаққа қаныш тірет. Қазір тіпті құрылыс демей-ақ қой, еден жуушы болуға да таныс керек. Халқым маған қалмашы сінек белеп, шындық айтсам халыққа жүлек денет. Биліктегі ағалар бос сөз емес, қазағыма қаржылай көмек керек. Bir күні заман бітер, тоқтар ақша, бүгінде мақтайтындай жоқ бар ақша. Әр балаға миллионнан таратындар террорист деп аруақтарды соттағанша ағайын. Осы жерде біз қара халық, жағдай жоқ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттің болашағы жастардың қолында дейді. Ендеше неге Қазақстан мемлекетінде жастар жұмыссыз қаңғырып жүр? Мынау сайқал ақындар, халық түпкі ағасы шатаспаңыз. Халық түпкі жай сабырлық айтып отырмыз. Имам шығу керек, қайда? Имамдар елімізді, имамдар біз іште емеспіз. Жоқ, біз іште емеспіз. Біз сырттамыз. Міне дәрет алатын жақ дала. Ал іш деген нәрсе бөлек көріп тұрсыздар. Бұның өзі провокатор бұлардың бәрі. Міне көріп тұрсыздар, жап-жас балалар міне. Сыртқы жаққа ішкі істер бәріне жұмыс істеп жатыр. Мынаны қараңыздар. Міне көрдіңіздер ма, осындай сатқындар халықпен бірге болудың орнына сырттан қашып видеоға түсіріп жүр. Сатқын шүйбірлер. Ақша үшін, бір күндік ақша үшін жүрсіздер ма ағайын? Әй, балаңа не болды? Балаңа кім береді, не береді? Қаранан, қарашайын, рошкиін бар деп осы, жоқ, олай емес. Қазақтың жер асты үсті байлығы, дивиденді қазаққа берілсін. Толық қолдаймыз. Қазақтың жерінің толық байлығы қазаққа берілсін. Қазақтың балаларын Әлеуметтік жағдай өте төмен, сіздер білесіздер ма? Сіздер жарайды қалады лайк басыңыздар. Бөлісіңіздер ағайын, ешкім қалмасын. Қазір жерім, елім, тілім, болашағым, баламның деп ойламасаңыздар, бұл жүйе чірген. Біз ешқандай террорист емеспіз, экстремист емеспіз. Тек біз өзіміздің азаматтық құқығымызды халық ретінде, адам ретінде өзіміздің құқығымызды талап етуге келдік. Сіздер ешқандай ойлап арандатпаңыздар. Ешкім арандатуға отырған жоқ. Халық уже шыдамның шегі шықты, сіздерге айтам. Келіңіздер. Біз халықпыз. Көтер басты, енді ұйықтау жарамасты. Қашанға отырамыз. Мына жерде жаңа ғана қайыр тілеп отырған адамдар көп еді. Қараңыздар. Міне олардың бәрін алысады.
әділетті заң шығаруды тоқтатылсын. Қосылыңыздар сыртына қарамыз. Келіңіздер. Адресті айтып тұрыңыздар, мекен жайы. Конституциялық құқықтарымыз орнатылсын. Міне, Біз террорист емеспіз, экстремист емеспіз, арандатушы емеспіз. Өңкей сатқыншы. Халықтың қатарына қосылыңдар. Біз халықтың жауы емеспіз. біз өзіміз азаматтық құқығымызды талап етіп отырмыз. Сіздерге айтып Республикасының заңында сөз бостандық шектелмесін деп құр айтпаңыз сонда. Біз өзіміздің пікірімізді ашық жариялап отырмыз. мы каждый в Казахстане живем. Мы каждый обязан защищать свои права. И буду думать. Саяси тұтқындар босатылсын. Саяси тұтқындар босатылсын. А вы видите, какое у вас будущее у детей? Есть у вас? Как вы думаете? Есть? Сіздер неге келіп тұрсыздар? Сіздерде бала шаға жоқ па айтыңыздар? Сіздерде бала шаға жоқ па? Алыс қашып тұрсыздар, ағайын, еркек азаматтар, ер азаматтарсыздар ғой. Сіздерге болашақ керек жоқ па? Әке шеше бала жоқ па сіздерде? Міне уже келді әне. Мешіттің алдына газельдермен бәрімен. Қараңыздар. Сондықтан да ағайын, ойланыңыздар. Мою сумку возьмите, сумка маңызды. Енікі біздікі конфет қыздар, жігіттер. Еш нәрселеріміз қалтырмаңыздар. Міне. Міне қараңыздар. Экранды ашыңыз, экранды. Менікі жабылып қалды ма? Біздің қолымызда қару жоқ. Мынаны қараңыздар, міне халық, міне. Біз жай өзіміздің халқымыздың әлеуметтік жағдайды айтып тұрмыз. Біз әлеуметтік жағдайды, балаларымыздың ач, нансыз отырғанын айтып тұрмыз. Үкімет талабымызды Ешқайда бармаймыз біз. Біз ешқайда бармаймыз. Біз ешқайда бармаймыз. Біз ұрлаған жоқпыз. Біз еш нәрсе бұзған жоқпыз, аға. Мен өз балаларымның аш жалаңаш отырғанын қаламаймын. Журналистер шақырыңыздар. Сөз бостандық шектелмесін. Ешқайда бармаймыз. Ұстамаңыз, сіз мені ұстауға ешқандай қол. Вагонда жүгімен түгімен жатқан ұрыларды қама керек. Бақытlar, ізде ол. Біздің өз ата заңымыз бар, конституцияда бар. Міне, қараңыздар, халықтар. Ешкім еш нәрсе жоқ. Анамыз жай адамбыз. Әділетсіз заң Ешқандай нәрсем жоқ. Біз сонда өзіміздің елімізде қазақ болып шындықты айта алмасақ, кішкентай бала ограничение қойып жатыр. Қазақ елі. Неге біз айғайламыз, жан айғайымыз кім естиді? Неге сіздер аузыңдарыңыз жауап бересіздер? Айтыңдаршы. Суспендер, алыңдар. Сіздер никто не имеете права. Сіздер не имеете права. Біз бала шағамызды ойлап жатырмыз. Суспендер. Артыңдар жігіттер. Сіздер еркек емессіздер ма? Суспендер дедім мен сендерге. Камераңызды ашыңыз. Былай кетіп сен демекесің, алдымен араққа түстер. Жоқ, бармайды. Алматы саяхат шығыңыздар. Сіздер ары қарай жібермеңдер. Шығыңыздар. Сіздер қалай қарап тұрсыздар? Қалай қарап тұрсыздар? Өзімді бағала, камераңызды ашыңыз. Қайдан қазақты қорғай алмайсыңдар ма? Шығыңыздар. Өзімді бағала, камераңызды ашыңыз. Салма. Қазақ елі, қарыңыздар, алматыға шығыңыздар, халықты қорғаңыздар. Білесіздер бұлардың қандай жүргізетінін. Телевизорда қалай ашады камерасын, 32 басыңыздар, лайк басыңыздар, 32 лайк басыңыздар. Камераны ашыңыздар, көрдіңіздер ма? Өзімді бағала, камераңызды ашыңыз. Құн ұзатын көрдіңіздер ма? 32 плюс басыңыздар. Өзіңді бағала, камераңды шығыңыздар. Жайласыншы. Ағайын, бізге бір нәрсе болса, бізді қамап әкеп бар. Міне көріп отырсыздар. Сол жақтан көрдіңіздер бізді.
Шықпаңдар, қайдасыздар ал енді? Күнкей саттың шеберлер қайдасыңдар? Қайдасыздар ал енді? Осылай ма? Сіздердің? Бәрі әшейін тиктокта бар. Ондай сөз айтпаңдар. Ағайындар, сіз әрқайсымыз өзіміз үшін шықтық. Өзіміз үшін шықтық. Кішкене сабыр қылыңдар. Сабыр қылыңдар. Полиция барады қазір. біз аз болғасын осындай әс әрекет жасап отыр. Не көрдіңіздер ма? Қане сізден қолдаған? Осы ма? Осы ма халқым? 901 мың. Не надейсіздер ма? Обыдыға. Алматы қаласы. Алматы. Қаласы. Саяхаттан кетіп бара жатырмыз. Саяхаттан кетіп бара жатырмыз. Алсат барады. Мынаны жақсылап тексеру ететіндер қарындасым Европаның қауіпсіздік ынтымақтастығының төрағасының несіне бүкіл әлемге, бүкіл планетаға жариялайық. Бүкіл әлем көрсін. Халық жауы дейді міне, рас халық жауы. Мүмкін несіне де жіберіңіздер. Бүкіл адам құқық қорғау Европаның қауіпсіздік ынтымақтастығының төрағасының ұйымына толық жіберіңіздер. Ешқандай без основания инспектор мырзалар ештеңе қағаз көрсетпей бірден анықталып олай жасау, ол үлкен қылмыс болып табылады. Адам құқын мынау бірінші қорғалған. Ешқандай заң бұзушылық көрген жоқпыз. Бұлар шындықты айтып жатқан үшін апарып қамау мынау автозекке өзі үлкен ауыр қылмыс болып есептеледі. Бәрін бүгін көрсетілген. Асыр. Тоқайып кетсін деп ақын тұтыңыздар. Түсіп дірілдеп отырасың. Хай десең бұтына түсіп қоятындай. Біз емес қорқақты. Мына қарындасым айналайын. Ертең Россияға кетесіңдер ғой. Соғысқа кетесің. Мәншүк апамыздың, Әлия Молдағұл апамыздың рухы әруақ қолдасың. Айтпаңыздар сол кезде. Болатыр Бекбай Сіздерге де күн туатынын ойламайсыздар ма? Сіздерге де күн туатынын ойламайсыздар ма? Жұмыс істеп болдыңыздар. Жұмыс істеп болдыңыздар. Инспектор мырзаға автотек машина алып келеді. Неге таза машинаға өткізбейді? Бұлда қылмыскер ғана отырады бұлда. Олар заңды білмейді өздері. Қазақ өзі жерінде орылады да қазақ өзі жерінде. Шара болдық қой, шара болдық. Тез сорлық. Тез сорлық. Намыс жоқ. Жерде бар ғой. Намыс жоқ. Жерде бар ғой. Bir нәрсе болса, запись экранына жасап алыңыздар. Демек бізге Мен даусым естілмей жатыр. Неге автотекке отырғызады, а? Неге автотекке? Таза машинаға неге келмейді? Мынау қылмыскерлердің қорықпаңдар, не істейді міне өзіміз сияқты қазақтар аппарат қазір жібереді. Неден қорқасыңдар? Болды ғой 30 жылдан қорқып. Аз оғаннан басып алды, әйтпесе духы жете ма бұлардың? Бәрін шыққанда мыналар духы да жетпей қашып кетші бағана. Отырыңдар үйде сол қазақ. Инспектор мырза, заңды бұзбаңыз, инспектор мырза. Тапсырысты орындағанда дұрыстап орындаңыздар. Машина қайда? Таза машина. Елimiz жерimiz özü de Ешқандай партия мүшесі емес. Özlerini oylansаңдаршы. Сіздеріңізді халық батырларыңыз. Hayırlı ауыз салуы. Партия көп. Нәтиже жоқ. Сіздер таза батырсыздар. Үйінде тұзы бар, таза батырсыздар. Telefon қайтарыңдар. Телефонын қайтарыңыздар. Жеке Телефонын телефонын қайтарыңыздар. Жеке әрекеттен хақылары жоқ. мүлкінің тәртібінде сіздің хақыларыңыз жоқ. Беріңіздер. Құдай болып алған ғой, Құдай. 2000 адам запись экранына жасап отырмыз.
Бұларға заң соқпай, ол біздегі ғой, заң. Сабыржан сен өзің ашылсын. Сабыржан сен өзің. Сабыржанға да кіріледі. Сабыржанға да кіріледі. Айкоға да. Заң жоқ емес, заң болады. Заңды сыйламай, ол заң қылмыс болып есептеледі. Мұнда деген жоқсыздар сіздер. Білмеймін, неге Біз сара халықтың қолымызда қару жоқ. Біздің қаруымыз біздің қолымызда қалмайды. біліміз, біздің қарымыз, біліміз. Сол шындықты шындыра алмайды. Мына біліміз. Ертең жүресіңдер, Россия жүресіңдер. Адам білімізбен қазақ деп соққан жүрегіміз айтқандар жоқ деп. Осы Аяғыңдар. Сіздер білесіздер ма? Сіздерге қалай бәрі мен түсінбеймін. мына қазақтар Міне жеті баласы Ұрса қылмыс болып есептеледі. Ұрса ауыр қылмыс болып есептеледі. Мен неге етемін? Дауыстарың өшіп қалды ғой. өліп кетсін. Мен басып қойдым, айдап шығып өліп кетсін, сасып өздері. Қорықпаңдар, неден қорқасыңдар? Міне бүкіл бала шағасын тастап жеп отыр. Қарындасымыз. Анар қарындасымыз келіп отыр. Қыздар жолы жоқсыңдар ма? Үйде қатындарды ұрасыңдар, біле арақ ішкен. Ал көрсетіңдер мінездер. Өтірік тиктокта Ондайлар кухнядан шыға алмайды ғой. келмедіңдер ма? Әйелдер ол еркекті жеулердер ма? Әшейінде қаңқылдайсыңдар, кек қаңқылдамаңдар деп тұрып. Маған ограничение береді. Түк те істемейді бұлар, не істейді бұлар? Орындаушылар бұлар. Қайраудық аппарат келіңдер сояқта. қайраудық алып барады. Қай басқармаға барамыз? Телефондарды алып алып кетіп қазір. Орынға кіргенде. Так что қазір ақпарат көрсетіп береміз. Сендер бермеңдер телефондарды. Видеоны жасаңыздар, мен сақтап алып, неғыламыз. Телефондарды бермеңдер. Олардың құқығы жоқ. Видео үндеу жасаңыздар, видео үндеу не таратамын. Телефондарды алу үшін тек қана соттың шешімімен ғана алынады телефондарың. Біз ешкімге сенбейміз сіздерге. Даже сіздерге, сіздер бізді қорғауларыңыз керек қой. Заң бойынша сіздер, біз халықтың Хорошо, онда бүйтіп келсек, жүріп жүрмейміз, бірақ телефон берілмейді. Қазір анжейін барамыз. Адекватты сөйлесеміз. Осы адамдардың барлығы қайтамыз. Видео үндеу жариялаңыздар.